Жазасын өтеушілер, жетімдер үйінің түлектері мен тұрмыстық қиянат көрген әйелдер заңгерлік көмекке зәру. Бүгін Астанада осал топтарға заңгерлік көмек көрсету жүйесін жетілдіруге арналған жиында құқық қорғаушылар осылай деді. Они выходят, лишаются имущества. Түрмеде отырған кезінде адам мүлкінен айырылып, ажырасып, балалар басқа адамның қарауына өтіп, банктегі қарыздары өсіп жатуы мүмкін. Уақытылы реттелмеген бұл жайттар босап шыққанда адамның жағдайын одан ары қиындатып жібереді. Мемлекет кепілдендірген заңгерлік көмек жасаса, олардың қоғамға қайта бейімделуі оңай болар еді. Это, конечно, могло бы намного улучшить и упростить. 5000 адам сұралған зерттеуде жазасын өтеушілердің 35%-ы тегін адвокатқа құқығы бар екенін білмейді. Олардың көбі азаматтық құқықтық мәселеге байланысты заңгер көмегіне зәру. Құқық қорғаушылардың сөзінше заңгерлердің түрмелерге кіруі де қиын. Сауалнама бойынша кәмелет жасына толған жетім балалар да тегін заңгерлік көмек көрсетілетін осал топтардың қатарынан шығып қалады. Жиын соңында құқық қорғаушылар ресми органдардың өкілдеріне осал топтарға тегін заңгерлік көмек көрсету жүйесін жетілдіруге арналған жобаларын ұсынды.